Dostlar, bugün men sizlerмен birge tatlı tecrübe жасайтын болам. Bu sizlerge mıқты bilim almağan tatlı kakao. O үшін bizge tecrübege bir stakan süt және bir қасық kakao керек. Және biz üstіп kakaoны ашықпай sütке batırып alamыз. Sosun biz sausağımızбен bunun bетін басамыз. Сөйтіп бұл қып-құрғақ какао болып шығады. Мұны тағы да бір көрсетейін. Бұлай не себепті? Өткен какао өте ұсақ, ал сүтте май бар. Какаоны батырған кезінде какаоның бетіне майлы пленка пайда болады. Ал оны саусақпен басқан кезінде пленка жыртылып, ішінен құрақ какао шығады. Бұл тәжірибе ұнаса лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Әлі талай сіздермен бірге талай тәжірибе жасайтын боламыз. Сіздер де үйлеріңізде істеп көруіңізге болады, бірақ бір ескертетінім бар. Какао 100% таза болу керек, ешқандай қоспа қосылмауы керек. Дәмсің ай.